Қайырлы күн достар, сіздермен Назерке. Бүгін сіздерге өте дәмді, керемет арбуздан мохито дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Холодильниктен, яғни тоңазытқыштан шыққан мұздай арбуз қажет болады. Қасықпен осылай бөліктерге бөліп аламыз, және дәндері кетіп қалмасын. Осылай бөліп графинге саламыз. Міндетті түрде дәндерін алып тастап отырыңыздар, себебі қазір біз согын шығарған кезде езіліп, дәмі онша емес болып қалады. Сол себепті дәнін алып тастаңыздар. Және лайым қажет болады. Лайымды 2 бөлікке бөліп, 1-2 тілімін жұқа етіп алып қаламыз. Яғни бұл әсемдік ретінде қалған бөлігін пайдаланатын боламыз. Лимонның жарты бөлігін ғана пайдаланамыз. Ішіндегі дәндерін осылай пышақтың ұшымен алып тастаңыздар, себебі ащы дәм береді. Пюре езетін немесе оқтаумен де графиннің ішінде сіздер арбуздарыңызды осылай жақсылап тұрып езіп согын шығарып аласыздар. Лимонның согын шығарамыз, және лайымның да согын осылай қолмен қысып шығарамыз. Артық бөлігін пайдаланбаймыз. Салқын спрайт немесе сарағаш, ол болмаған жағдайда өзіңіз ұнататын кез келген лимонадты пайдалана берсеңіз болады. Міндетті түрде мұз қосамыз. Қасықпен жақсылап тұрып барлығын араластырамыз. Достар, мен осы кезде мята қостым жай ғана. Сіздер пайдалансаңыздар да, пайдаланбасаңыздар да болады. Өте дәмді, керемет салқын мохито болып шығады. Дәмі де прям ерекше болып шығады. Міндетті түрде жасап, менің каналыма тіркеліп, қолдап қоюды ұмытпаңыздар достар.